Тамшының үлкен сапары, ертегісі. Ертеде бір мейірімді кішкентай тамшы болыпты. Ол жай тамшы емес, суды қорғауды армандаған ақылды тамшы екен. Бір күні ол әсем, жарық бір мектептің алдына келіп тоқтайды. Бұл Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмірі 211 орта мектеп еді. Мектептің терезелерінен балалардың күлкісі, білімге деген құштарлығы сезіліп тұрды. Осы мектепте Дүйсенбай Жадыра есімді биология пәнінің мұғалімі бар. Ол оқушыларға тек әріп пен санды ғана емес, табиғатты аялауды, суды қадірлеуді де үйрететін. Кішкентай тамшы мектеп ішіне кіріп, сыныптарды аралайды. Бір жерде краннан су босқа ағып жатқанын көріп, сәл мұңайып қалады. Сонда бір оқушы: «Су тіршілік көзі, оны үнемдеу біздің міндетіміз», деп кранды жауып қояды. Тамшы қуанып кетеді. «Міне, мен іздеген сана осы», дейді. Келесі күні мектепте суды үнемдеу күні өтіпті. Балалар, артық суды ағызбауды, өсімдіктерді мөлшермен суаруды, әр тамшының бағалы екенін бір-біріне үйретеді. Кішкентай тамшы аспанға көтерілер алдында: «Егер әр бала суды қорғаса, жер беті әрдайым таза әрі өмірге толы болады», деп сыбырлайды. Содан бері нөмірі 211 мектепте су ешқашан босқа ағызылмайды екен. Ал кішкентай тамшы әр оқушының жүрегінде жауапкершілік пен қамқорлық болып қалыпты. Ертегінің түйіні: суды тиімді пайдалану бір тамшыдан басталып, үлкен болашақты сақтайтын игі іс.